Саламатсыздарбы балалар. Бүгүнкү өтетін тақырыбымыз Ескендір Хасанғалиевтің ата мекен деген әні. Соны қалай ойнаймыз? Мен сіздерге көрсетейін. Қазір. 6-да 8 орта буыннан ойнаймыз. 6-да 8. Бұнда ойналады. Төмен жоғары. Мысалы. Төмен соғамыз. Мысалы, төмен 1-2 төмен, 3-ке жоғары көтереміз. Біріншісі ұзақтау. Там, та. Төмен, та, там, та деп кетеді. 1-2-3, 1-2-3 деп кетеді. Оны мен суретін салып көрсетемін. Енді қараңдар мені. Қалай ойнау керек. 6-да 8, сосын 6-да 6-ға 4-ке келеді. 4-ке. 6 рет тұрады, сосын 9-бен кетеді. 6-да 6. 6-да 4, 8. Осы жерлер, кішкене тағы 2 жер қайталап кетеді. 4. 6-да 9. 6-да 6. 11. 9-13. 9-да 8. 9-да 8-ден 15-ке сегіз. 15, 16, 16. 15. 16, 15. Сосын 6, 8, 6-да 6, қайтадан 8-ге. 6-да 4, екінші цифр, мысалы қайырмасы. Қайырмасы түгел 2 рет қайталанады. 6-да 4. 6-да 8. 4. 4. 2. 2, 4 алады. Астың үстің шек ашық. Астың шек ашық. 2, 4. 1. 2-де 4. 3. 1. Үстің шекте 1. 6-да 4. 6, 4. 3. 1. Осылай, тағы сосын қайырмасын 2 рет. 2 рет қайталап кетеді. Бастан аяғына дейін осылай жайлап цифрмен ойнайсыңдар. Цифрды түгел экраннан көресіңдер. Цифрды экраннан осылай жайлап ойналады. Екінші цифр, бірінші цифр. Қазір мен сіздерге бір ойнап көрсетейін, бастан жайлап басып қой. Сосын өздерің ойнайсыңдар. Sıfırda kaç tane yaptığı şey? Атамекен. Түсінбеген жерлерің болса сұрайсыңдар. Атамекен Ескендір Хасанғалиевтің. Осымен мысалы балалар сабақты аяқтаймыз. Мына өлеңді қайталап үйренесіңдер. Түсінбеген жерлерің болса сұрайсыңдар. Жақсы.
Sağ olun.